барып 3 айында баруға бола ма? Жоқ, енді ары қарай балаңызды жақсы өмірін тәрбиелей алтыным. Жақсы ана болыңыз, жақсы әкесі болсын, жақсы тәлім тәрбие беріп, құлағына жақсы сөздерді түсіп. Балаға әкенің істеген ең ұлы жақсылығы сол баланың анасын алақанына салсын. Саған бала туып берген әйелді, яғни жарыңды, немесе сол баланың анасын алақанына салудан артық балаға жақсылық жоқ жер бетінде. Шек беру керек па? Иә, шек туралы не айтасыз? Шек деген дүниеге өткенге Құран оқыту бүгінгі күн, соңғы күні, ертең уже оқытылмайды. Мал сойып, құрбан шалып, тарата берсе бола береді. Соны шектіктеп қойып қойса да бола береді, сауабы тие береді. Марқұмға Құран оқыту деген сөз. Бүгін 7 шелпек тарату керек па? Тарата бер кешке дейін. Бұрынғы күйеуді шақырсам бола ма? Оның келіншегі бар дейді. Оның басын қатырма сен. Сенің кетті ме? Енді кетсін содан ары қарай. Жоқ, оның тоқалы болың депті. Ол же бәйбішесі болады анау. Сен тоқалы боласың. Соны семьясын бұзасың оның. Не керегі бар? Сен енді ол саған күйеу бола алмады ғой енді. Енді біреуге күйеу бол, енді сол өміріне тыныштық берсеңіздерші, сол жақта ары қарай бақытты болып кете берсін. Тура сол сияқты әйел. Сен әйелді дұрыс ие бола алмадың, ол кетті. Енді сол жақта бақытты бола берсін. Абиданы қалай ұмытатса болады? Абиданы ұмытудың ең жақсы жолы Алла тағаланың сенің үстінде хаққын барын ұмытпайсың. Білу керексің. Алла тағала сенің үстіңде хақысы бар. Абиданы ең ұмытудың жақсы жолы, бірінші жолы күлімсіреу болады. Екінші міндет етпеу болады. Үшінші тәкаппарлықты көтермеу болады. Және төртіншісі әр нәрсеге көңіл бұрмаудан болады. Сонда жеңіл болады. 5 жыл бұрын ЗАГСтен некелестік. Мешіттен некеміз қиылмай қалды. Қазір баруға бола ма? Болады. Дәл қазір барыңыздар. Кешкеге қалдырмай қазір барыңыздар. Ең жақын мешітке бара қой алтыным. Менің жалғыз ағам бар, жасы 45-те, бірақ 100 грамға жақын, отбасы үйі жоқ, соған туыстарым маған сенің жағдайың бар ғой, неге 2 бөлмелі времянға салып бермейсің деп мені кінәлайды. Қолыңнан келсе ағайынға жәрдем берген жақсы айналайын. Өте дұрыс айтады. Ағайыншылмыз біз, бауырмашылмыз. Ертең өліп қалғаннан кейін ағайынның көңілін сынарсың, достың көңілін жығарсың, анау-мынау деп жүргенде бауырдың қабырын қазып жыларсың дейді. Сондықтан жаным, қолыңда бар болса ағайынға бөліскенге жетпейді ағайын. Ертең таң атқанша арапа бола ма? Тап солай. Кредитім көп, бірақ құрбан шалуға ақша жинап қойдым. Шала берейін ба дейді. Кредитті егер жабатындай сумма болмаса, онда шалсаң болады. Заңды шариғатымызға ауыстырып, шариғат бойынша заң қабылдаса, елімізде не өзгеруі мүмкін? Халыққа пайда жағын айтып бересіз бе? Біз зайырлы мемлекетпіз, ол сөзді баста бүйтіп кетсе, сөйтіп кетсе не болады, бүйтіп кетсе не болады деген қияли әңгімелерді қою керек. Арман сөздер. Біз Құдайға шүкір шариғат заңы емес, біздің мемлекетіміздің заңы бар. Осы заңымыз шариғаттың заңын жабады 100%. Болды айналайын. Бізде заң тұрады, бізде тәртіп тұрады, мемлекеттің құндылығы тұрады. Содан кейін соның астында заң тұрады. Бізде дін тұрады. Сонда дұрыс болады. Енді ислам мемлекеттері бар ғой, сұмдық. Ислам біз деп жүрген мемлекеттердің өзінде теократиялық жүйе емес. Оларда, яғни оларында конституциялық жүйе. Шариғат ол біздің ұлы өмірімізде. Шариғатты мемлекеттің заңы өзіміздің өмірімізге кіргізіп алайықшы бірінші. Сол аса маңызды дүние алтыным. Күйеуім араққа салынып кетті. Не істесем болады? Ол күйеуді қайтаруға тырысу керек. Ол туралы айттым. Қазір қосылдым. Үлкен қызым екеуміз құрбандық шаламыз десе ниет бар. Малды 3-ке бөліп таратамыз ба? Үлкен қызбенен қосылып, семьядағы құрбан шалудың керегі жоқ. Қызың саған мысалы қой 70 мың тұрса, 40 мыңды сен бер, 30 мыңды сен бер, сөйтіп бәрінен баладан 10 мың анадан 5 мың жинап салудың қажеті жоқ. Бір адамның ақшасы жете ме? Сол бір адам шалады болды. Әкемнің ертең қайтқан күні 20 жыл болады, ас беруге міндет пе, құрбандық шаламыз дейді. Жоқ, ас беру міндетті емес, сол құрбанның сауабын әкеңе бағыштап қоя беріп бола береді. Содан кейін әкенің аруағы риза болу үшін ас беріп, ат шаптырып, елді шақырып, Нұрлан имамды шақыру шарт емес. Әкеңізді аруағы риза болу үшін сіздер алтын бала болыңыз, сіз ардақты бала болыңыз, сіз намаз оқыңыз 5 уақыт, құлшылық қылыңыз, мына тіліңізге ие болыңыз, көзіңізге ие болыңыз, құлағыңызды сақтаңыз, өміріңізді жақсылыққа бұрсаңыз, әкеңіздің аруағы таудың шыңның басына көтеріледі. Құрбандықты неше күн шалады? 3 күн қатарына шалсаңыз болады.
О кезде 12 адам болып шалуға бола ма? Болмайды. 7 адам потолок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ден асуға болмайды. Қарыз намазды оқудың тәртібін түсіндіріңізші өтініш. Қарыз намазды оқуды ең соңғы парыз намаз деп оқып кете бересің жаным. 5-нің соңғысы, ақшамның соңғысы дейсің, болды. Кешке сояма құрбандық малды. Мен көрген кітаптарда, ескі кітаптарда мәкрух деп айтқан жерді көзім шалған. Неге? Өйткені ана ұрлық сияқты болады да. Енді сен жұмыста болып, кешке қол тисе соя бересің. Бұла, мысалы, есікті түнде жағы шаны фонариктерді қойып алып сойып атсаң, елдің бәрі бүйтіп қарап, ойбай, мыналар ұрлап жатыр ма деген сияқты түсінік пайда болады. Сондықтан ондай мәселе жоқ. Хатымды неше күнде оқу керек? Оқи бересің. Оқи бересің. Қойды ертең шалса, аруаққа арнап шалса бола ма? Аллаға арнап саласын, сауабын аруаққа бағыштайсың. Білім алыңыз. Альхамдулилля, білім жауап беруге жетеді. Саған білімім жетеді. Скажите, пожалуйста, мне приснилась мама, которая не стала 3 года назад. Во сне я снимаю с мамы кофту и я одеваю ей другую. Что это значит? Это значит, чаяния и просьбы и завещания вашей матери чуть-чуть не исполнены. Құрбан шалғанға дейін шаш пен тырнақ алуға бола ма? Болады. Біздің Ханафи мазхабында бұл мәселенің басы ашылған. Яғни проблема жоқ. 3 күн ғана шалу керек па? 3 күнде шалынады, 3 күн шалынбай, үлгере алмай, бір жерден шыға алмасаң, онда сен біреуге табыстай алмасаң, онда 4-5 күні қалаған күнде шала берсең де бола береді. Бірақ оған орысша айтқанда уважительный причина керек. Себеп болу керек, нақты. Дуа бар ма, жоқ па, қалай білуге болады? Инстаграмда отырған адамда дуа болмайды. Өткенде біреу қоймайды, мен ішінде жын бар деп. Біз Инстаграмда отыр, ТикТокта. ТикТокқа кірген адамда жын жоқ, айналайын. Басыңа бәле шақыра бермеңіздер. Күйеуіме қандай дұға айтсам болады? Бір ата қоймайды, сиқыр жасалған деп, суы қан тұз беріп, алмай құрбан шалдық. Намаздамыз, тағы не істесек болады? О шалға айт, басымды қатырма де. Үйден қуып шық, милиция шақырам десең, безіп жоғалады. Басты қатырма де. Сондайлар алаяқтар көбейіп бара жатыр. Сенде көз бар, сөз бар, сенде жын бар деп, сау адамды жынды қылып, барлығынан 50 000 теңгеге шығарып, 50 000 теңгеге кіргізіп, далбаслаған нәрсе. Қолын битіп оқып, солифай жасап басымды қатырмасын де. Өзіңді ондайға ырық бере берме. Әкемнің қайтқанына 20 жыл болды. Құрбандық шалуға бола ма? Конечно болады жан. Шал. Құрбандық тірі адамдікі. Шал. Айналайын. Балаларымыздың жолын қалай ашуға болады? Сіздер өз жолыңызды өзіңіз ашып, Құдайға бұрылсаң, балаңның жолы содан ашыла береді, жан. Дұғамен ашылады. Түсімде бұрынғы күйеуім сәждеге барып оқып жатыр. Альхамдулилля, қателігін түсіп өкініші бар. Шықтайсың. Жездем жүрісті жақсы көреді, шеді жүреді. Жездеңде шаруаң болмасын, өз жауап береді. Сен өз өміріңді ретте. Ағырыс сөйлеп кетсін деп. Тілін тартса, иншалла сөйлейтін болады. Құрбан айт қабыл болсын дейді, иншалла ертең. Мені бір служанка сияқты көреді. Жоқ, служанка емессің. Сен жасай берді. Құдайдан қайтады жаным. Жаман болмайсың. Сүндет той істеу парыз ба? Жоқ. Сол тойды тойлап, 30 жыл тойлап болдық. Енді сол сүндет тойға кеткенде баланың келешегіне салып тық қой, айналай. Или бір бизнеске сал. Сол баланың жұмысын айналып, ертең сол баланы оқыту керек. Сол баланы ертең қосымша сабаққа беру керек, шетел көру керек, ол бала оқып, газ бәрі ақша. Соны киіндіру керек, соны соған салып қой. Тойдан пайда жоқ, банкротынан бәрі. Далбаса нәрсе. Қой. Тойлап болдық. Түсіңде ән айтып отырсаң, сөзді азайту керек деген сөз. Түсінде өлең айту, өмірде өлең айтуды қамтымайды, бұл бұның терісін көрсетеді. Значит, адамның сөзінде көп сөз бар деген сөз. Қой соятын қасапшының дәретті болуы міндетті ме? Жоқ, міндетті емес. Дәретін бар ма? Жудың ба бір жеріңде? Қалай жудың? Жүрші көрсетші деп шаруаңыз болмасын. Даже сүндеттелген ба бізге қызықты емес. Сүндеттелгесін бе? Жүрші бұлайрақ көрсетші деген болмайды. Сүндеттелген ба? Сүндеттелмеген ба? Ол өз жауап береді, сізге сойып берсе болды. Қарайсыз, бисмиллахи Аллаху акбар десе болды. Сапар намазы қалай оқылады? Біздің Ханафи мазхабы бойынша 4 ракағаттық парыз намаздарды 2-ге түсіресіз, екеулер өзгертілмейді, ақшам өзгертілмейді. Ал енді сүннеттерді жағдайға қарай оқығаныңыз жақсы болады. Кейбіреулер оқыма деп жүр ғой, қателеседі олай. Оқымаса сауап болады деп өткенде біреу сөйлеп жатыр.
қой ондай елдің басын қатырма. Мына сәләфилік ағымдар уағыз айтып елдің бәрін жынды қылды. Имамдар ғана, діннің қызметтегілер ғана айту керек, әйтпесе Меккеге барғандан бәрі гид болып уағыз айтып шетінен елдің бәрін басына адастырып бітті. Адыраспанды сатып алмай өз қолымен жұлып алу керек деген рас па дейді. Ей Адыраспан, жібердім мені саған Омар Оспан деп па? Оның бәрі анекдот, ондай сөз жоқ. Адыраспанды біреуден аласыз ба, подарить етесіз ба, Россияда сотталып кетесіз, ол үшін біз де оған запрет береміз деген сөз бар. Инфекция жасауға жақсы. Тек таң намазын оқыса бола ма? Бастай бер Айжан, бастау үшін болады деп айтамыз. Баста, қайсынан бастасаң да алтыным сол баста деген сөз. Түске кірген есімді балаға қойға бола ма? Болады. Осы есім туралы мен жақсы мақала жаздым. Атыңыз өзгермесін деген ескі мақалам, соны оқып шығыңыздар. Гуглдан атың өзгермесін Нұрлан имам десеңіз атып шығады, сол мақаланы оқып шықсаңыз, осыны қамтып айтқам. Намаз оқып отырып ұйықтап кете берем дейді. Ойбай. Неге? Онда намаз бұзылып кетеді ұйықтап кетсең. Айтта кір жууға болмайды дейді. Қашаннан қашанға дейін жууға болмайды дейді. Киімің жиналғанша болмайды ғой, енді кейін жиналып тұрса жуа бересің. Егер ана стиральный мәшиненің алды бүйтіп жатса, адасып бүйтіп қол жуатын кезде кірлердің үстінен аттап, қолыңды мыжып тастайтын жер таппай кір болып жатса, онда жуа бер. Онда жуа бересің. Онда саған разница жоқ. Саған разница жоқ. Айт бола ма, двойной айт бола ма, 3 күндік айт бола ма, кірдің үстін басып жүрсең, жуа бер айналайын. Тоқтама. Стиральный күйіп кеткенше жу. Ол бұрын болмаған. Ана жолға су себеді ғой, қазір жуа бер айналайын. Стиральный ішіне лақтырып жіберді, тамағын пісіре бер болды. Қандай стиральный машина? Индезит па, бош па, қандай өзі үйде? Жоқ, андай двойной ма, сушилкасымен. Сушилкасымен болса, онда отдельно, онда бай екесің сен. Әл-Латиф көркем есімінің мағынасын айтып. Әл-Латиф есімі Алла тағаланың ұлы есімдерінің бірі. Осы жерде бір есімдер туралы бір түсіндіріп айтып кетейін. Алла тағаланың мына есімі мынаған пайда, мына есімі мынаған пайда деп айтып жүргендер бар ғой. Ұл көтеру үшін айтады көбінесе, я? Былай айналайын. Бұны айтарын айтып алып, ертең көтермей қалсаң, ой, Алланың аты пайда бермеді деген мәселеге өтетін болса, онда ол ширкке дейін, күнәға дейін өтеді. Ау, Нұреке? Ау. Баротын алдында тұр мен, баротын алдында. Жақсы, асықпаңыз. 5-те ғой. Аха, өзім күтіп алам ғой, өткен шатасын. Жоқ, шатаспай, мен кілеммен үшіп келем, уайымдамаңыз, кілеммен келем. Өткен мамам күтіп отыр. Болды, мамаңызға барамыз. Көшелі жасырым мен деп. Жақсы. Көшелі жасырым, 85. Иншалла, уайымдамас, өткіземіз мамаңызды, Алланың қалауымен. Жақсы. Қазір келем. Аумин. Құрбан айту үшін ұйқың қанбай қалады. Әбетте шақырған жақсы. Бірақ әбетте келе алмайтын болса, онда кешке шақырған жақсы, асықпай. Ақтау мен Маңғыстауға кешен келесің. Құдай қаласа келеміз. Облыс басшылығы шақырып отыр. Келем Құдай қаласа. Қазір алдымызда бізде Жамбыл облысы тұр. Одан кейін Ақтөбе облысы, содан кейін Индияда Дели қаласында үлкен конференция болады, соған қатысуым керек. Үйде көз тимесін деген көк талисман сиялзатыленіп тұру болса бола ма? Енді ол жерде ол сыйыну, қолдау сияқты болатын болса, ол дұрыс нәрсе емес. Жүктімін, бір түрлі түстер көрем, біресе қап-қара болған, біресе аяғым қатқан. Әйел аяқ ауыр болған кезде сондай түстер көреді. Аят сүрелерді, Фалақ сүресін көбірек оқи беріңіз. Кешіріңіз, сонда соған қойды нешеге бөліп таратқан дұрыс, пожалуйста айтып жібересеңіз. Өзіңіз білесіз. Бірақ ең жақсы үшеуі жақсы. Бір бөлігін аласың, бір бөлігін мұқтажға бересің, бір бөлігін қонақ шақырып күтесіз. Тоқал алу үшін қызбен сөйлескен күнә ма дейді. Тоқал алу үшін қызбен сөйлеспейді. Тоқал алу үшін бірінші әйелмен сөйлеседі. Сен өз направлениең дұрыс емес екен. Тоқалға қарай емес, бірінші әйелмен сөйлес. Әйел қылқындырып өлтіріп қоймасын тоқалыңмен бірге. Тоңқалаң атыр жібермесін ары қарай. Сондықтан тоқалдан демей, сол бар әйеліңмен бақытты өмір сүріп, айналайын, сол жер жақсы өзі, жылы, сол жылы жерде отыра бер жаным, жақсы болады. Рахмет. Ассаламағалейкум, атамыздың 40-ын өткіздік жақында, шек арафа күні таратқан бола ма, құрбан айтқа бөлік қой соямыз ба, дейді. Енді сізді құрбан шалсаңыз, соның сауабын бағыштап қойсаңыз да бола береді. Осы құрбан айттым сойған малдан әкемізге сауабы тейсін десе жақсы болады.
Ауызды нешеде ашамыз дейді. Оны уақытыңызға қарайсыз, қай өңірдесіз, сол өңірдің намаз кестесіне қарайсыз. Сіз Алматы бөлек, Астана бөлек, әр өңір әртүрлі болады. Қандату деген дұрыс па? Адам үстіне жағып, бұл ширк болады, дұрыс емес. Мал сойған малды қанын адамның бетіне, баланың шекесіне, үйдің қабырғасына жағу, бұл ширк болады. Ешқашан олай істеуге болмайды. Ол дұрыс емес, айналайын. Қанды жақпаңыз, қан өзі ауру алып келеді. Қанды жақпаңызда қанды түгел ағызады. Сенің ата бабаң сондай тазаның тұқымымыз біз. Қойды бүйтіп асып тұрып, екі аяғын артқы аяғынан қанның бәрін бауыздаған, ауыз іштегі қанның бәрін ағызып тап-таза қылып жеген елдің тұқымысыздар. Сондықтан мәселе осыда. Амулеттер де ширк қой дейді. Амулеттер де бұл енді ниетіне байланысты болады ғой. Егер осы мені қолдайды деген болса, онда барлығы ширк болады. Мысалы, осы сөз айтып кетейін, сонымен қорытындылайын. Мынау аруақ қолдасын дегендердің барлығы кәпір болады деп жүр дегендер бар. Ана аталарымыз білместікпен бүйтіп қолдасын, астағфирулла деп қол жаймай әулие болып шыға келетіндер көп. Айналайын. Ол тікелей аруақ қолдасын десе, әлбетте ол басқа мәселе. Бірақ тікелей қолдасын деп атқан жоқ. Аруақ шапағат ете ала ма десең, шапағат ете алады. Истиғаса үкімі ол өзі терең бір әңгіме. О жағына кірмей қояйық. Сол үшін келтіріп, амулетке сыйынған кәпір деп айтатын болсаң, онда сіз некесіз туылған ойнастың баласы болып қаласың. Сол үшін ол жақсы емес, айналайын. Ондайды жасамаңыздар. Ата бабаларға тіл тигізбеңіздер. Егер сен өзің сенбесең, сенбе. Мен сен деп атқан жоқпын. Ол жердегі былай жақсылап түсіндіре білу керек, өзің дұрыс түсіне білу керек. Тауықпен қандауға да болмайды. Шымшықпен де қандауға болмайды. Масаны өлтіріп, масамен де қандауға болмайды. Егер маса шағып атқанда бүйтіп бұрырсаң, бүйтіп қана жағылады ғой. Сол қанды алып деп көру бәрі ширк болады. Дұрыс емес ол. Емес. Сіздің сөзіңізді ұғып, жүрегім қадимгідей тыныш қалады. Чоң рахмат. Алла разы болсын. Қазақ, қырғыз бір туған. Әсіп істеуге бола ма? Әсіп істеуге болады, бірақ әсіпті қан менен істеуге болмайды. Кейбір жерде чыжбыж дейді. Сол чыжбыждың үстіне не қосуға болмайды. Қан қосылмай істелінеді. Кейбіреулер ұйыған қанды қан Ақшаны ешқашан Каспий Голдта